Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте бір пайдалы ақпаратпен бөліспекшімін. Крем-чиз дайындайтын боламыз. Оригинал рецепт, қыздар. 100% қорықпай жасай берсеңіздер болады. Осы крем қаншама торттарда қолданады. Кез келген торттың дәмін келтіреді. Үлкендерге де, кішкентай балаларға да барлығына ұнайды. Міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Ең бірінші, біздің дайындайтын посудамыз құрғақ болу қажет. Ешқандай да су болмау қажет. Салқын болса тіптен жақсы. Кілегейіміз бен сүзбелі сырымыз өте салқын болу қажет. Кем дегенде 6-7 сағат тоңазытқышта сақтау керек. Содан кейін барып қолдана беруге болады. Ал егерде жылы болатын болса, сіздердің кремдеріңіз дұрыс шықпайды. Бізге міндетті түрде миксер қажет болады. Кейбір қыздар миксер мен блендермен шатастырып жатады. Жоқ, міндетті түрде миксер қажет. Миксермен кремдеріңіз қою болады. Кілегей мен қант ұнтағын салып миксерлейміз. Менің миксерімде 3 минуттай миксерленеді. Осындай жаңағы видеодағыдай қою болғанша сол кезде тоқтату қажет. Креммен жұмыс жасаған кезде тезірек жұмыс жасаған дұрыс, және де дайындайтын бөлмелеріңіз салқын болса тіптен жақсы. Крем ыстық жерді ұнатпайды. Осындай егерде қою, өздеріңізге ұнайтын күшті крем шығарғыларыңыз келсе, осы правилаларды сақтаған дұрыс. Творожный сырымызды салып толыққанды миксерлейміз. Қыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнап жатса, шынайы пікір, лүпіл қалдыруды ұмытпаңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Барлығына жауап беруге тырысамын. Менің Instagram парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Көптеген ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын, пайдалы ақпараттармен. Ас болсын.